Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Назерке Бауыржанқызы. Тапсырмасын сұрауға арналған әдістер. Қазір сіздермен бірнеше үй тапсырмасын сұрауға ыңғайлы, қолайлы әдістермен таныстыратын боламын. Ендеше бірінші әдіс ортадағы қаламсап әдісі. Жалпы ережесіне тоқталатын болсақ, оқушылар өздерінің қаламсаптарын партаның үстіне қояды. Мұғалім кімнің қаламсабын ұстаса, сол оқушы сабаққа шығып сабақ айтатын болады. Келесі әдіс бізде стикер сөйлейді әдісі. Бұл әдістің ережесіне тоқталатын болсақ, мұғалім оқушының орындығының артына стикер жабыстырып кетеді. Сол оқушы сабақ айтатын болады. Енді бұл әдістің басқа әдістерден ерекшелігі, бұл әдіс сабаққа қатыспай жүрген оқушылардан сабақ сұрауға өте қолайлы әдіс болып табылады. Келесі әдіс бізде бос ұяшықты таңда әдісі. Бұл менің өзімнің сабағымда жиі қолданатын әдістерінің бірі болып табылады. Жалпы ережесіне тоқталатын болсақ, тақтада түрлі ұяшықтар тұрады. Кез келген оқушыға таңдатамыз. Ұяшықтың ішінен қандай оқушының аты шығады, сол оқушы сабақ айтатын болады. Осындай қылып ұяшықтар үйден жасап келесіздер. Сөйтіп, ішіне мысалға сыныпта 24 оқушыма 24 оқушының атын жазасыздар. Ұяшықты ашқан кезде сол 24 оқушының аты кездесуі керек. Соңғы әдісіміз қолшатыр әдісі. Жалпы ережесіне тоқталатын болса, қолшатырды домалатып айналдыра оқушылардың аттарын жазамыз. Кімнің атын таңдаймыз, сол оқушы сабақ айтатын болады. Сабақ сұрағында тиімді әдістердің бірі, жалпы сабақ сұрағанда ғана емес, сонымен қатар байланыс ретінде де қолдануымызға болады.